Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын, балалық шақта жейтін лакомканың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осындай бала кезде жейтін лакомканы менімен бірге жасап көріңіздер, себебі бірге дәмдірек. Ол үшін ең алдымен жылы сумен сүтімізді араластырып, табағымызға құйып, үстінен алдын ала ерітілген сармайымызды салып, 4 қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, дрожжімізді салып жібереміз. Ұнымызға жарты қасық тұзымызды салып, араластырып, ұнымызды қоспамызға салып, бір келкі қамыр болғанға дейін қандырып илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 1-1,5 сағатқа қамырымыз көтерілгенше қалдырып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырды бірдей 10 бөлікке бөлеміз. Мен видеода 100-102 граммнан өлшеп алдым. Таразыға өлшеу міндетті емес, көз мөлшерімен қамырыңызды 10 бөлікке бөліп алсаңыз болады. Және осылай суалай етіп, дөңгелек етіп, қолдарыңызбен жасап шығыңыздар. Әрі қарай видеода көрсетілгендей етіп жасап, противенге салып шығасыздар. Жасап болған қамырымызды 20 минутқа тұндырып қоямыз. Содан кейін бетіне жұмыртқа жағып, 180 градуста алдын ала қыздырылған пешімізге беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Тестамыз піскенге дейін крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және кішкентай стаканмен шекерді салып, жақсылап араластырып, 4 қасық ұнымызды салып, заварной крем жасайтын боламыз. Ұнымызды біріктіріп болғаннан кейін 500 мг сүтімізді бөліп 2 бөліп құйып араластыратын боламыз. Үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Плитаның астын қатты биік қоймаңыздар, кішкене орташа температурада қойып, баяу отта пісіріп аласыздар. Және соңында қоюланғаннан кейін 30 грамм сармайымызды салып, араластырып, пищевой пленкамен нығыздап, бетін жауып, суытып аласыздар. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Арасы оңай ашылатын болады қамырларыңыздың. Және видеода көрсетілгендей етіп 2-2,5 қасықтан арасына крем суығаннан кейін жағып шығамыз. Мен сәндеуге жаңғақты кішкене үгітіп алдым. Осымен біздің лакомкаларымыз да дайын болды. Қыздар, өте жұмсақ, дәмді болып шығатын болады. Жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.